өздерінің отасқандарына 34 жыл болған, менің жаныма жақын адамдар. Пап, мам, сәлем. Бірінші сұрақ ол өздерінің қалай өтті, не армандадыңдар, қандай ойындар ойнадыңдар, мүмкін бір ерекше естелік бар шығар, бір оқиға қысқаша айтып өтсең. Енді менің балалық шағым бұл қазіргі Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданында, сол жолдың артында, темір жолының артында өтті. Ауылымыз өте сондай үйған, қазағи қаймағы бұзылмаған сондай ауыл. Ертеректің енді шет несін көрген, жылқы, қой, сиыр, соның бәрі жаңағы бар жерде. Жаңағындай сондай жерде мен балалық шағым өтті. Үлкен шешемнің қолында өстім, тәрбиелендім. Бізді кәдімгідей жұмыс болса, сол жұмысқа салып өсірді бізді. Жақсы. Енді мен бала кезімдегі бір арманым ол мініп қыстың күні жаңағы қысқы каникулдарда жаңағы бір перекладина қойып қояды, былай қардың екі жақ жағын айтып, соның үстіне секіртеді жаңағы. Сол көршіміздің жаңағы бір тайы болды, жаңағы соныкі керемет секіреді. Сосын секіріп кетеді, әр жағына барады, жаңағы тізгінін тартып қойып қалса, жаңағындай ана серка дейді, жаңағындай екі аяғын көтеріп бүйтіп тұра қалады. Менің арманым енді сол болды, сондай бір не тай мінсем екен деп жаңағы. Сол жаңағы айтып жүрдім, қызықты. Бала енді содан сол циркқа жаңағындай кішкене енді қызығушылық болды деп сөйтіп үйренемістің. Жаңағындай сол балалық кездегі бір кішкентай бір қызықты шақтардың бір керемет уақыттары енді болды.